Құрметтілерім, дәрісімізді әрі қарай жалғастыратын боламыз. Сонымен біздің міндетіміз пятое измерениеге өту. Оның өтудің жолдарын мен сабақтың барысында сіздерге ыждахатты түрде түсіндіретін болам, әрине. Бірақ өтудің бір белгісі әрине ол здесь и сейчас өмір сүру. Және өзіміздің ішкі бізге жаңағы пятое измерениеге өткізбей тұрған ішкі программаларымызды анықтап көре бастау болып табылады. Енді сіздер осы жаңағы программалардың, мен бұның сабақтың алдында айтып кеткен, біздің отымыз, яғни приблизительно аштықтан құралған оттарымыз, мотивацияларымыздың ешқандай зияны да жоқ, пайдасы да жоқ. Ол әрине біздің өмірімізде белгілі бір кезеңде керек болды дедік. Бірақ сол дүниеде сіздер тұра беретін болсаңыздар, егер сол дүниелермен, сол түсініктермен алға қарай ұмтыла беретін болсаңыздар, күндердің күнінде көп адамды белгілі бір мөлшерде выгораниеға алып келеді. Яғни сіз өзіңізді жағып жібергеніңізді байқайсыз. Сіз өзіңізді қанша қамшыласаңыз да, не істесеңіз де бойыңызда әлсіздік, ешқандай өмірге деген құлшыныс жоғалған, көзіңізде от сөнген, енді сіз өзіңізді орныңыздан тұрғызуға, кәдімгідей бұл дүниелердің ешқайсысы орныңыздан тұрғызуға сізге құлшыныс бермеуде. Әсіресе бұндай кезде адамда бір выгорание, полностью сіздегі шаршадым деген кнопка басылып, все болды, ештеңеге құлқыңыз жоқ жатып қалған моменттерде сізді тұрғызатын жалғыз ғана бір не болуы мүмкін, ол қарызыңыз бен кредитіңіз. Оларға да рахмет айтып қойыңыз, өйткені сізде сол қарыз, кредит проблема болмаса, вообще өшіп сөніп қалар едіңіз. Амал жоқ, сүйретіліп, қарыз, кредит болғандықтан өз жаныңызды өзіңіз қинап арасында тұрасыз, бірақ сізде әл күш қауқар жоқ. Қазіргі заманда сіздер байқап жүрген шығарсыздар деп есептеймін. Енді өздеріңізде психологияны оқып, зерттеп, зерделеп осы уақытқа шейін қандай да бір анализ жасаған шығарсыздар. Қазіргі қоғамдағы ең керек, адамзатқа керек дүние ол әрине қауқар, күш, энергия болып табылады. Яғни сіздің бойыңызда жалындаған энергия болатын болса, сол энергияға сәйкес өзіңіздің қалауыңызды жылдам жұлып аласыз. Бірақ жаңағы программалардың түбінде алып келетін дүниесі әлсіздікке, кәдімгідей өмірден көзің екі нүктеге қадалып жатып қалуға алып келеді. И соңы обязательно депрессияға ұласады. Сондай бір выгораниенің депрессиясына ұласады, яғни ештеңе істеуге желаниенің болмауы. Сол кезеңдерде өзіңді құтқару үшін не істейсің? Біріншіден, біз шаршадым деген ішімізден дауыс көтерілген кезде болды, өйткені қашанғы сен жаңағы қуаныштан мотивация алмайсың да. Сенің бүкіл мотивацияң өзгеге дәлелдеуден, қызғаныштан, өмірде қалып кеттім деп жанталасудан тұрғандықтан, сенің жаның да бір күні жабырқайды, шаршайды. Сондай моменттерде расымен де сенің ішіңде бір мен шаршап кеттім барлығынан деген бір дауыс сенің ішіңде, әсіресе менің жасыма келген адамдарда болады. Сол дауыс көтерілген кезде, сол дауыс сенің бойыңды белең ала бастайды. И даже өткен жолы мысалға маған бір жеке консультацияға бір жігіт келді, жасы 20 жаста, и бірінші сөзі мен шаршадым болды. Мен шаршадым, шаршап кеттім Мақпал апай деді. Яғни бұл даже 20 жастағы адамдардың өзінде де мен бәрінен шаршап кеттім уже деген дауыс сіздің ішкі жан дүниеңіздің күйреуіне, сынуына, әрі қарай уже отыңыздың өшуіне өзіңіз мөр басып қол қойып жатсыз деген сөз. Сондықтан осындай моменттерде мен шаршадым деген кезде мозг, мен сіздерге алдында түсіндіре кеткенімдей, әртүрлі жаңағы сізге кері қайту үшін, өмірге алға қарай ұмтылмай, кері жаңағы өзіңіздің бұрынғы кері қарай шегініс жасау үшін, ол сізге өзінің зона комфортасын алып бару үшін, өміріңіз өзгермеу үшін мозг жаңағы откаттарды придумать ете бастайды. Яғни әртүрлі не істер едім? Мен лучше тыныштықта ауылда өмір сүрейін, кредиттің қарыздың бәрін жауып, ешкімді көрмей-ақ осы өмірімді осылай аяқтайыншы деген сияқты бір ішіңнен сондай келісімдер келе бастайды. Сол кезде адамдардың көпшілігі осы моментте өздерінің армандарынан бас тартады.
өткен жолы Россиядағы бір крутой эксперт, блогер, почему люди, қазір орысшам жетпей қалды, почему люди өздерінің армандарынан бас тартады деген, қалай? Почему люди отказываются от своих мечтаний, да, от своих целей деген, пост жазыпты да, сол кезде жаңағы сол постта ол түсінбеймін депті да, не үшін мен адамдардың өзінің арманынан отказ беретінін түсінбеймін депті. Расымен де, яғни адамдардың көпшілігі армандайды, бірақ өмірінің бір кезеңіне келген кезде адамдар өздерінің армандарының тым құны ауыр екендігін деп іштей сол келісімге келеді да, өздерінің армандарынан жаңағы, мына телефон жауап бере салшы, Ділдә звондап отыр, армандарынан отказ бере бастайды. Все, больше я не хочу, больше не хочу. Өйткені адам бессознательно өмірді күрес деп ойлайды. Өмір кәдімгідей үлкен қызыл майдан, соның ортасында айқайлауың керек, шыңғыруың керек, өмірде өзіңнің место под солнцем жан таласып алуың керек деп ойлайды. Ал менің ұсынатын жолым, жандарым, сол ол мүлдем басқа жол болады. Сіздер просто так өмірде өзіңіздің қалауыңызды күліп ойнап, рахаттанып жүріп, өзіңіздің қалауыңызды алу болып табылады. Енді қазір мен сіздерге бір тапсырма бермекшімін. Ол қандай тапсырма десеңіздер, мен шаршадым деген кезде өзіңіздің мозгыңызға не үшін шаршадым деген сұрақтың жауаптарын жазып көрсеңіздер. Обычно мына искаженное восприятие нашего мозга бізге как будто біз өте көп жұмыс істеген сияқты бізге сондай ой қалдырады. Сен шаршайтындай болдың, өйткені сен өте көп жұмыс істедің дейді. На самом деле, шындап қарасаңыздар, сіздер өте көп жұмыс істемейсіздер, жұмыстың айналасында қайта өте көп суетиться етеміз. Бізде действие, на самом деле, біздегі әрекеттер, мысалға, біздің оншалық энергиямызды алмайды. Біздің ойларымыз, негативный ойларымыз, оған арналған специальный бөлім болады осы. Біздің ойымыз, уайымымыз, күмәніміз, күдігіміз, енді қайтем, ақшасыз қалам ба, пашамайды деген ойларымыз біздің депрессивный, сол біздің основной энергиямызды жұтушы осы болып табылады. Сондықтан біз сол ойлардан шаршап кеткенбіз шын мәнінде. Біз жаңағы өмірде бір әрекет етіп ісімізді жасаудан емес, қажетсіз суетадан, қажетсіз қорқыныштан, қажетсіз ойлардан шаршап кеткенбіз. Өзіңіздің мозгыңызға, мысалға, жарайды, мен келістім сен шаршағаныңа. Мозгым, сен егер солай айтып тұрсаң, онда, пожалуйста, осы параққа бір аптада не тындырдың жазып шығайықшы дейікші, міне, мысалға, міне, бірінші нан істедің, екінші нан істедің, үшінші нан істедің десең, сенің әрекетің өте аз жасалынғандығын байқайсың. Көп жағдайда суета, стресс, жаңағы бессознательный әртүрлі привычка, ойлар, солардың әсерінен шаршап қалғаныңды байқайсың. Мысалға, менің алдыма бір әйелдер келеді, мен өмірде көрмегенім жоқ деп. Ну, хорошо, көрмегенің жоқ. Маған айтшы, сен өмірде не қиындық көрдің, просто маған соны бір келсем, сен мен көрмегенің жоқ шығар, соны бір қағазға түсіріп берші десең, күйеуімен ажырасқан, баласы ауырып қалған, өмірінде бір 10 миллион теңгесін потерять еткен, ол мозгысы соны олғайтып, сен өмірде көрмеген жоқ дегендіктен, ол өзіне осы сөзді айтқандықтан, ол адам автоматом шалқасынан түседі, депрессияға түседі. Өйткені мен соншама бейшара адаммын, мен өмірде көрмегенім жоқ. Мен айтам, сен көрмеген жоқ деген сөзді, егер сен бір елдің президенті болсаң, или, я не знаю, үлкен миллиардтаған бизнестің иесі болсаң, өмірде 1045 опыт алсаң, я понимаю, онда сен көрмеген жоқ деп. Біз кішкентай ғана өзіміздің өткен шағымыздағы бір 3-4 бір кедергімізді, 3-4 бір өміріміздегі қиындығымызды біз үлкен қып, менің өмірде көрмегенім жоқ деген шешімге келгендіктен, уже осының барлығы біздің жаңа опытқа, жаңа кезеңге, жаңа тәжірибеге өтуімізге аяқ қолымызды матап кәдімгідей бізді ұстап отырады. Өйткені ары қарай жүруге біз қорқамыз. Өйткені өмір деген қорқыныш деп ойлап тұрмыз. Ары қарай тағы да осылай көре беретін болсам, менің түгім қалмайды деп ойлаймыз. Тағы да қиындық келсе, мен не істеймін?
істеймін, я пашам айт деп біз өз-өзімізді осылай тежей бастаймыз. Қазіргі уақытта, почему мен бұл тақырыпқа өте терең тоқталып отырмын? Өйткені қазіргі уақытта адамдардың көпшілігі өздерін жаңа опыттан, жаңа кезеңнен, қорқыныштарымен, неопределенностьтан өздерін тежеп ұстап отыр. Өйткені бұрынғы аузы күйген үрлеп ішеді дейді қазақ. Бұрынғы алған опыттары оларды қорқытады. Өйткені бұрын бизнестен күйгені қорқытады, бұрын жасаған жұмыстары қорқады. Осының әсерінен адамдар жаңа кезеңге кәдімгідей қорқақтап аяқ басуға, лучше осы комфортный зонамда отыра берейін деп ойлайды. Мозг ойлайды. Любой жаңадан мозг қорқады. Өйткені мозг үйреншікті дағдыға айналған жерінде ұстап отырғысы келеді. Өйткені жаңа бір сәттерге өтетін болса, оның түбі жақсылық болмайды. Ол обязательно қауіп төнуі мүмкін, қатер келуі мүмкін деп ойлайды. Ал мозгтың негізгі міндеті бізді қорғау болып табылғандықтан, ол бізді алға жылжытпас үшін ішімізде 1045 сылтау, 1045 біздің аяғымызды тұсаулайтын барьер ойлап табады. Өзімізге, мысалға, адам өзі арман ойлайды да, оған жеткізбейтін 30 түрлі сылтау ойлап табады. Міне, қазір мен ертеңнен бастап мынаны істеймін дейді, одан кейін оны істемес үшін өзіне өзі 30 сылтауды ойлап табады, өзінің мозгысы арқылы. Содан кейін өз-өзінің аяғын тұсаулайды. Енді мен сіздерге өткен жолғы сабақтың бірінде айтқан болатынмын, адамның Алла тағала, егер сіз жаратқанмен бірге өмір сүргіңіз келетін болса, Құдай тек қана жаңада ғана бар дедім, жаңа, бұрын жасалмаған дүниелерді өзіңізге жасатуыңызға тура келеді. Сондықтан осы сабақтың барысында кәдімгідей өзіңізге бұрын жүрексініп жүрген, қорқып жүрген, жасауға ешқандай жаңағы желаниеңіз болғанмен, ішкі жан дүниеңіз кәдімгідей құлшыныс бермей отырған, осындай бір жаңа дүниелер тауып алсаңыз, мысалға бұрын жасамаған дүние. Сіз соны жасаған кезіңізде үлкен орасан зор энергия аласыз. Сіз соны жасаған кезде, деген кәдімгідей ішіңізде бір бұрын сезінбеген алапат сезімді аласыз. Сондықтан неден жүрексініп тұрсыз? Солардың списогін жасаңыз да, үнемі мен осы өмірімде жаңа нені жасадым деген сұрақты қойып тұрыңыздар. Даже аптасына бір рет жаңа тамақ жеңіз, жаңа жүрмеген жолдармен жүріңіз, жаңа адамдармен танысыңыз, жаңа жерлерге барыңыз. Все время сіздің өміріңізде жаңа болған сайын ғана сіз жаңарасыз. Ал ескіге ұмтылған сайын, ескіге жармасқан сайын сіз ескіресіз. Сондықтан өзіңізді ерте өліп қалудан сақтасаңыз екен, сіз тірі болып тұруыңыз үшін ғұмырыңыздың соңына шейін, ол үшін сіздің өміріңізге үнемі жаңа келіп тұруға тиіс. Всегда жаңаны іздеңіз, әрдайым. Менің өмірімде бүгін жаңа не болды? Дәл бүгін жаңа бір адаммен таныстым ба? Жаңа бір сезімді сезіндім ба деген сұрақты өздеріңізге үнемі қойып тұрсаңыздар.